Президенттің жарлығымен Ұлытау облысы құрылғанына биыл 2 жыл толып отыр. Осы уақыт аралығында қалашылық жолдарға аса назар аударылды. Сәтпаев қаласында көп жылдар бойы жөндеу көрмеген бірқатар көшелердің жолдары жөнделді. Оның басым бөлігі қаланың төменгі бөлігін қамтыды. Көшелерде жолдар асфальтталып, тротуар жолдары да салынды. Биыл алғаш рет қалада жаңа технология бойынша қазақстандық өндірістің топырақ тұрақтандырғышын қолдану арқылы орындалды. Бұл жаңа технология жолды сапалы және үнемді етуге мүмкіндік беріп, жолдың қызмет ету мерзімі ұзартылды дейді мамандар. Сонымен қатар қаланың басты көшелері Ұлытау, Абай, Гурба көшелерінде ағымдағы жөндеу жұмыстары аяқталып, Ерден көшесіне асфальт төсеу жұмыстары жүргізілуде. Жақын арада тағы 6 көшеде орташа жөндеу жұмыстары жүргізіледі деп жоспарлануда. Қалалық әкімшіліктің берген ақпаратына сүйенсек, бүгінде шаһарда автомобиль жолдарының асфальт жабыны бар. Жалпы пайдаланымдағы жолдардың жалпы ұзындығы 80 километрді құрайды. Жол сапасының күннен күнге жақсарып келе жатқанына қала халқы дән риза. Ауламызға асфальт түсті, корт түсті. Рахмет үкіметке. Ну, тротуар нам поставили, дороги сделали хорошо, нам нравится. Это спортивную площадку сделали пацанам. И вот дороги, тротуары, все хорошо было. Нам очень понравились, покрасили дома. Нам хорошо было. Бізге мынандай жол салып берді, өте тамаша. Ана осы салатынымызға шейін жолымыздың бәрі керемет, рахмет. Отанымыз тыныш болсын, халқымыз тыныш болсын, қаламыз дамый берсін, көркейе берсін, өсе берсін біздің Сәтпаев қаласы. В прошлом году нам сделали дороги здесь, красивые очень. Сделали, покрасили дома, очень довольна я, то, что у нас красивый двор стал. Сделали вот площадку детскую, очень довольна, потому что детям он есть где кататься и нам ходить. Раньше были дороги, прям бугры были, а сейчас нормально ходить. Везде красиво все.